Алдымызда söyledi Орынбасар, Дидар келіп, енді оның орнын басар. Бұны бір ерекшелік деп білемін, пайдасы тиіп қалар оның да сәл. Алдыңда әкім келіп сөз бастаса, бұйырса осы айтыста жолымда шары Сауырын тергегі бөгіп кердөненнің, көшіне кеп қосылдым ендөнердің. Ассалаумағалейкум баршасына айтыс деп алып ұшқан пенделердің. Даламыздың жатсын деп қойнында бабамның алтын басын жерге бердің. Нарадамды құрметтеу рәсіміне Қарағанды жеріне мен де келдім. Кейкі батыр паналаған Ұлытаудан сарадырып қыз белдейтін белге келдім. Бөкей ханып түлеген Ақсораңнан Байтұрсынып туылған төрге келдім. Қамиып Дидар дейтін балаң едім, қалиып Айбек шыққан өрге келдім. Ағайын олай болса қолдай отыр, сені қалай аулымнан кем көрермін. Ұйықтататын Головкин шыққан жерден Міржақы боятатын жерге келдім. Арқалық ақындарды жинайды екен, төр беріп қонағына сыйлайды екен. 400 адам залда отыр міне бүгін, бірақ бір жағдай жаныңызды қинайды екен. Далада бұдан да көп адам тұрау, сөйлей берсек ақында ширайды екен. Арқалықтың ел жұрты айтыс десе даладан басқа жерге сыймайды екен. Болмаған өлең жайлы бос ұғымы, жеңгемнің кіріп отыр қошы міні. Ардагерлер айтысқа оралуда, керек жоқ одан елдің шошынуы. Өткен жолғы жаңалық осы айтысқа Әлтайып аман жолдың қосылуы. Міне тағы ардагер ақым менен толығуда айтыстың көшіміні. Аман жолмен бір жылда қатар туған, шығайық деп көндірген ау досы мұны. 71-де туылған екеуі де, Маржан деген жеңгем ғой пошы мірі. Соңғы кезде WhatsApp'та қаптақ бетті 65-тің қыздарының тосын үні. Ал биыл аман жолмен Маржан шығып, бөлек болғалы тұрау көсілуі. 65-тің қыздарын артқа тастап, 71-лер хит боп тұр осы жылы. Жеңеше отырсың ау дүр секілді, көзіңнен төгілетін нұр секілді. Көп жыл көбең жүрді деп жүкең айтты, бұл өзі жалған емес шын секілді. 4 жыл бойы айтысқа шықпадыңыз, тіс артына тығылған тіл секілді. Ақпанда бір келетін, 4 жылда бір келетін ақпандағы 29-шы күн секілді. Ай бірақ та қарайып қалмадың ау, түріне қарап тұрсам тың секілді. 4 жылда бір шығатын болыпсыз ғой, 4 жылда бір туатын піл секілді.
Жыл сайын той жасамас алаш мұндай, кетпеу керек ендеше дарас қылмай. Жеңгемнің бұл айтыста бағы басым, жанына жүрген бізді жанастырмай. Оң жақта жүрсін Қыпшақ ағасы отыр, таластырған біздерді жарастырмай. Қазыға Әселхан апасында қазы қылып ауылдан алып кепті адастырмай. Ағайын олай болса қолда мені, қалғалы тұрмын міне жарастындай. Байқаймын сақадай боп сай боп кепсіз, дидарға тастайын деп жағаштырмай. Шымкенттік болғаннан соң жүр алмайсың, қосымша варианттар қарастырмай. Алла деп сөз бастасам, өнегелі, аузынан маржан өлең төгереді. Айтыс деп хабар ағам берген кезде, ешқандай күш маржанды бөгемейді. Хабарын осы айтыстың естігенде, көзіме мөлдіреп жас келген еді. Себебі хабарласып айтқан кезде, атаңның басы келет деген еді. Айтыспен елге деген сағынышым 4 жылдық үзілісті бөгемеді. Бабамның елге басы кеп жатқанда, бұл айтыс маған жөні бөлек еді. Пайғамбардан басқаның бәрін туған, бұл өлкенің тарихы бөлек еді. Тізгінін азаматтар ұстаған ғой. Қазақтан шыққан үлкен керегені, сол елге басым дейіп кетейін деп маржанғыз шақырғасын кеген еді. Ханнан да халықтан да құрмет көрген, еркейкінің ерлігі бөлек еді. Бауырына басқан батыр сол бабасын, көзімен маржан көруі бүгін маржан керек еді. Армысың ар халықтың арда жұрты, бармысың торғайымның төрелері. Біреуге бәйге менен ау шапан қайғы, маржанға енді қыспақ тақалмайды. Хит болсақ хит болайық, ит болмайық. Аман жолдай бастадың сөз қатар жайлы. Жамбылдай 100-ге дейін айтысамыз, жырлаймыз мәңгілікке отан жайлы. 4 жылда 5 баланы тапқан апаң, піл деген сөзіңе еш оталмайды. Болғанда кейкі Қыпшақ, маржан Қыпшақ, сүйегін қызың бүгін саталмайды. Бабамның басы келіп жатқан кезде, ешкімнің маған тісі баталмайды. Өлген
өлген кейкі тіріліп кеп жатқанда тірі маржан үйінде жата алмайды. Дидар-ау жалынады ба от жанарың, апана көп екен ғой сақтағаның. Қыздырып Шымкентті де қоят бала, белгілі басқа сөзді таппағаның. Жүлденің алдын бермес жан саяның, Қыпшаққа еш қатысы жоқ қарағым. Айтыстардан қалмайтын Айбек Мұхтар, түбі Қыпшақ емес пе деп тоқталамын. Айтыстан 40 шақты көлік мінген қайта Айнұр Қыпшақ па деп қаламын. 4 жылда бір шығып ет Маржан апаң, аған бұрат деп кінә тақпа жаным. Арғыннан сен аман жол Аспанбек бар, жүресіңдер ылғида тақта бәрің. Маржан апаң 4 жылда бір шығып ет, апаң бұрат деп кінә тақпа жаным. Маржан қыз ағасын шын пайдаланса, жүрмеуші ме айтыстарда топта жаным. Мен қайта ағаларға кір келмесін деп қайда жүрсем дағы шақ сақтанамын. Жүрсін Қыпшақ екен деп шаба бермей, шамам келген кезде тоқтағанмын. Ағаң мен апаң келді төрді тұр деп, сен майды құймай отыр отқа жаным. Арғын Қыпшақ деп қайта бөлмей тұғын, жүрсіндей аман болсын ақтабаным. Бөлініп жатсыңдар ма әлі десе, мен бүгін кейкіге қалай ақталамын. Бөлініп жатсыңдар ма әлі десе, бабама бүгін қайтып мақтанамын. Ру емес ұлтымның сөзін айтсам, бабарманым осы ғой ақтағаным. Арқалықтың төрінен Қыпшақ емес, Барқалықтың қызы болып аттанамын. Ойыңыз керемет еді-ау, неткен дидар. Өзіңмен айтыспап ем көптен дидар. 94 жылда бабам басы келді, 4 жылда мен келмейді деппен дидар. Алдыңда Сұрмергеннің қарындасы, басарсың аяғыңды еппен дидар. Артық бассаң садақ сөз сарт етеді, ойнамай тыныш отыр отпен дидар. Жеңгемнің сөзінде көп жүйетұғын, бірінде жоқ қой мұндай сыекінің. Арғындар қайта жүлде алдыңдар деп, жайың бар аздап ішін күйетұғын. Өйткені жүрсін дейтін ағатайың арғындардың еліне күйетұғын. Әкенің жақсылығы жездеді ғой, бұл сөз ғой көкейіңе түйетұғын. Сондықтан жүлде берсе таң қалмаңыз,
Адам ғой біз деп жанып күйетұғын, жүрсін жездем дәлелдеп жүрген шығар апамды қаншалықты сүйетінін. Ағаңның көңілі бізге толар мекен, жүлдалып жүргеніміз содан бекен. Апамды қыпшақтарға бердім дедім, енді менің жағдайым оңар мекен. Ағайын дидарды да қолдай отыр, әйтпесе жаны жаурап тоңар мекен. Құлан Қыпшақ дегенде селт етпейді, құлан Қыпшақ дегенде соғар мекен. Сол ауыр жағдайға қасіретті, сіз айтқандай мінекей ғасыр өтті. Ағайын қуанатын жағдайың бар, туған жерге бабаңның басы жетті. Бабаңның басы жеткен сол уақытта музей жақтан Лениннің басы кетті. Жерде жату арман ғой ол Ленинге, бабама соны Аллам нәсіп етті. Өзіндік облысын ашпағаннан, торға елі жанарын жасқа малған. Рухани жаңғыру деген сөзді жиі естіп жүрміз қазір қасқалардан. Бірақ та көп нәрсені түсінбейді-ау, бұл өлкеге қадамын баспаған жан. Ең алғаш бұл қазақтың даласында Амангелді фильмі таспаланған. Ең алғаш әліппені құрастырып Байтұрсынов Ахмет бастаған жан. Ең алғашқы журналист Сералинде газет журнал шығарған баспалалуан. Даламызда ашылған тұңғыш мектеп, Ыбырай Алтынсарин ашқан ордам. Бұл өлке қасиетті текті өлке ғой, тарихы таңбаланып таста қалған. Елбасының рухани жаңғыруы ең алғаш Қарт-торғайдан бастау алған. Біздерді мұндайдатың ой құтқарса, өлеңім сарқылмайтын байлық болса, Қара Қыпшақ Қобландыдан бастау алған. Тұлғалар Қыпшақтан ұлдар шыққан әйдік қанша. Соның бірі кешегі Кейкі батыр, хан жұтам деген ұлт үшін май жұтқанша. Айтыс жүгін көтерген жүрсін жездем, иығына жүк алған сайғып қанша. Бірақ та оған несін таңғаламын, атына балаларын сайғып қойса. Қыпшақтың ұлы қалай осал болсын, қызының өзі мұндай әйдік болса. Сақтанып тілден келер он күнәдан, бақтауып ақ батамен оңдық адан.
арқалықта ас өтет деп хабар алдым. Мейманын шығарат деп төргін аған. Біріншіден аламан өтет деді, сәйгүлік серік етіп сол күн адам. Екіншіден балуандар күреседі белдесет деді шығып белді балаң. Үшіншіден ақындар айтысы боп, ән өлең жүр төгілет деді домбырадан. Қарсыласың атақты маржан деді, жүрсекең түсіндірмей жөнді маған. Мұның қайсында қарсылас болады деп, ұйықтамай болдым ғой 10 күн алаң. Астыма ат берсегер, қарт торғайдың даласын аралауға көндір алам. Айтсуын айтсармын бірдеңе ғып, бозбала емеспін ғой болбыр аған. Бірақта уайымдатқан бір жағдай бар, олай болса шыңғауып төнді маған. Үлестіріп бойыма қайғымыңды күрестіріп қоймаса болды маған. Жездемді жағаласаң ей бақта бармын, апамды айтсам дейсің ақталармын. Айтыс десе айтысып, күрес десе күресіп намысымды сақтағанмын. Жүрсіннің балдыздары бәйге алсын деп, айтыспай 4 жыл бойы тоқтаған мен. Бір ойды мына сөзің ау салды маған, демеймін сенен көңілім қалды маған. Бәйгені сен албасқа жастар алсын, әйтеуір қазақ алса болды маған. Ол рас қазақ дегені батырлармыз, қолына домбыр алса ақындармыз. Кезінде Кенесары кейкі болып, жауға шапсақ тындырып жапырғанбыз. Алайда сол алтындың қадірлемей, тағдырдың шырмауына шатылғанбыз. 17-37 келген кезде аяусыз асылғанбыз, атылғанбыз. Кеңестің кесірінен кейкінің де ерлігін елге айталмай жасырғанбыз. Кезінде мүсірепіп кейкі десе, оны да жазбан бүгін оқырманбыз. Кейіпкер кейк екенін бүгін білдік, ахандай жазған құлан батырдан біз. Жазушы Жұмағұлов қыран десе, кейкі нағыз қыран деп қосылғанбыз. Тәуелсіздік еліме келген кезде, бұлттан шыққан күндей боп ашылғанбыз. Айналайын азаттық атқан кезде, аузымыз буылып ашынғанбыз. Батырларды басын іздеп бармақ түгел, аттарында атай алмай ақырған бейса. Тағдыр өмірі дерттей болған, қып-қызыл жанып тұрған өрттей болған. Аңғал батыр жау қолына түскен кезде, көкіректен ызасы кетпей қалған. Әйел бала тағдыры сынға түсіп, айласы батыбамыздың жетпей қалған. Арыстандай ақырып торға түскен, қолындағы найзасы шөптей болған. Қайран қыран қайрылып қанатынан, дұшпанының маңдайынан теппей қалған. Бауырын көз алдында өлтіргенде, мерген қолы садағына жетпей қалған.
көз алдында ақжанын өлтіргенде, сүйектері езіліп етке айналған, көз алдында баласын өлтіргенде, тамыры қопарылып көктей солған, жеті рет басын кетпен шапқан кезде, көз алдынан осылар кетпей қалған. Баласын бауырына баса алмастан, анасындай аңырап беткей қалған. Осыншам қорлық көрген бабамыз-ай, көз жасы қарындастың кетпей қалған. Қан болып аққан кешегі-ай, өзендер бүгін қуанып ағып та жатыр мөлдіреп. Тамыры қайта гүлденіп, гүлденді емендер қабет селдіреп. Кейкінің басы келді деп, арулап елі көмді деп, елімде жатыр ел жүреп, жерімде жатыр ел жүреп. Барлығын жұтқан қара жер, қаншама суық болса да жылауға кеше шақ қалды. Қарындастың аузымен бабасы бүгін жоқталды. Елімнің сүртші көз жасын еліңе айтып тоқтамдау. Байлар көп шалқып өмір сүретіндер, тек өзінің рахатын білетіндер. Дөкейлердің балдары күшейіп тұр, солар нағыз езуін тілетіндер. Адам басып жатса да сотталмайды, шалқайып қымбат көлік мінетіндер. Қазақ қызды тебетінде сол немелер, қарапайым халыққа күлетіндер. Құн өтелмей құқығы қорғалмай қап, тек кедейлер қораға кіретіндер. Кедей қамын ойлаған кейкілер ғой, қамын ойлап қадірін білетіндер. Бұл қоғамда бассыздық көбеюде, соның бас кейіпкері міне кімдер? Көкембайып кейкі жоқта қаптап кетті, Көкембай деп кейкиіп жүретіндер. Алтын сарин ыбырайдай данасы, алтын астық өсіретін даласы. Алтын жүрек ағайынға толы екен, арқадағы арқалықтың қаласы. Талай кекті оңғыз туған қарт торғай, Алашымның алтын құрсақ анасы. Қасиетті бұл даламыз торғайдың, батырлары қайыспаған нардайдың. Бұхар айтқан орта жүзде төрт дүрек, Шақшақ Жәнібек соның бірі болдайғын. Қошқардай ұл туа берсін жеңгелер, Қошқар ұлы Жәнібектен аумайдың. Қазақ үшін жаным пида дейтұғын, мына дала ортасы ғой кейкінің. Ұяламын бабалардың алдында, жас ұрпақтың көрген кезде кей түрін. Кейкі сынды ерлер шықсын талаңнан, малын емес елдің қамын жейтұғын.
жұртын ойлап жанарына жиғанмын, аман келді немересі иманның, қош айтысып оларды өтті өмірден, мына жалған дүниеге сыйған кім? Иманыптай имандылар көп болсын, сіздерге айтар тілек осы дидардың. Шығысты танып шығыс жақтан таң атқан, аз ғұмырын мол білімге жаратқан, Шыңғыс ұлы Шоқан туған бұл өлке, тарихының бойынаған таратқан. Осы елдің жастарына Шоқанның ғұмыр емес білімін бері жаратқан. Оян қазақ маса болған сөздері, аңғал ұлттың ашылсын деп көздері. Міржақып пен Ахметтей арыстар алашыңды оятуды көздеді. Оян қазақ демек түгіл бұл күні, көкелердің ұйықтап жүр өздері. Әсия-апам бал жырынан татырат, қоныспайы жырғымызын сабырат. Бір ауылдан шыққан екі ақтаңгер, бағаланған халық ақыны атынап, айбектерді қалай ақын қылмасын, Нұржан менен Нұрхан туған топырақ. Қалың елдің қиқуынан от алған, келген кезде сонау алыс сапардан, өнегені көріп тұрмын ақжаулық, әжеңменен ақсақалды атамнан. Мына бізде арман жоғау сүрәда, қарт торғайдың ел жұртынан баталған. Бұл дидарда арман бар ма ағайын, қарт торғайдың ағайыннан баталған. Қоштасайын жанардан жақұт құлап, айтысар емшектеулі уақыт бірақ. Құлан қыпшақ кейкіге ұрпақ болған, менен гөрі жеңешем бақыттырақ. Кейкісінді бабаға ұрпақ болған, менен гөрі жеңешем бақыттырақ. Барасылдың қимасын, жанашырын төгілді ғой кептеңнен дарасырын. Салған осы өлеңін аңсайды әлі, сағынғанда Ақмаржан, сағынғанда Ақмаржан ағашын. Айтысайын ағайын, сен іздедің біздерменен әрдайым егізбедің. Қос балаңыз айтысқа шыққан кезде, азаймасын қошемет, азаймасын қошемет тілеріз дедім. Тектілер шыққан үлкен-ау атыраптан, ұл қызың айрылмасын батыраттан. Халқым дейтін ұл мен қыз туа берсін, ағайын ахан туған атыраптан. Ұлдарың бүгін міне елім деді, ақының төрге шығып жерім деді. Басы жатқа кетсе де бабаларың, білдіңіз өмір бойы жеңілмеді. Кейкідей егіз ұлдар туа берсін, торғай дейтін өлкенің келіндер абай. Маржанда бұл дидарды ей інім десін, мәңгілік төбемде күн күлімдесін. Жюриде отыр халық ақындары, үш биден кем көреміз мұның несін. Солардың жолын маған жұғыстығып, атымыз жаман атқа ілінбесін. Мен
менің жолым дидарға жұғысты боп, ел жұрты сөз ұстайтын ұлым десін. Алла саған дәлмендей 5 ұл беріп, әрқайсы әкім болып дүрілдесін. Тілегім қоштасарда уалағайын, мәңгілік қазақ елі сүрін.